Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Әлиев ресми сапармен келді. Әуежайда Әлиевті Қазақстанның премьер-министрі Әлихан Смайылов қарсы алды. Бұған дейін Астанада екі ел басшылары шағын және кеңейтілген құрамда кездесу өткізеді деп жоспарланған еді. Келіссөздер барысында Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы стратегиялық серіктестікті дамытудың негізгі мәселелері талқыланды. 10 сәуірде Берәлі Маңғыстау компания кәсіпорнынан жұмыстан қысқарып қалған 80-нен аса мұнайшы Астанаға келіп, Қазмұнайгаз басшылығымен энергетика министрлігіне жұмыс мәселесін шешіп беруді талап еткен. Біз Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетуай елді мекені жұмыссыз тұрғындарына, яғни 27 сағат 11:00 уақыттан бастап бейбіт шеруге жұмыс талабымен шыққан азаматтар арасынан жұмыс тұрғындарының 30 наурыз 2023 жылдан бастап құрғақ аштық жарайтын қаперіңізге береміз. Астанаға 10 сәуірде пойызбен жетіп энергетика министрлігінің кеңсесі алдында түнеген жаңаөзендік мұнайшылар талаптары орындалғанша тұратынын мәлімдеген. 11 сәуір кешкісін арнайы жасақ министрлік алдындағы мұнайшылардың бәрін күштеп ұстап алып кеткен, ал 12 сәуірде Таната мұнайшылардың басым бөлігін Астанадан Жаңаөзенге қайтарған. Қазмұнайгазбен келіссөз жүргізу үшін 10 мұнайшы Астанада қалған еді. 12 сәуір күні мәжіліс депутаттары мұнайшылар қызмет ететін сервистік компаниялар жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз етуді талап етті. Еділ Жаңбыршин премьер-министр Әлихан Смайыловқа жолдаған депутаттық сауалында маңғыстаулықтардың қордаланған мәселелерін атап, оны шешу жолдарын ұсынды. Облыстағы жұмыссыздық пен еңбек даулары мәжілістің 7-ші шақырылымында да көтерілген, бірақ жауаптылар тарапынан жүйелі жұмыстар жасалмады дейді депутат. Еділ Жаңбыршиннің сөзінше, Маңғыстау облысында мұнай компанияларына қызмет көрсететін серіктестіктер жыл сайын өткізілетін тендерлік конкурстан зардап шегіп отыр. Егер қандай да бір кәсіпкерлік қызмет көрсетуге келісім шарт ала алмай қалса, онда қарамағындағы мамандар жұмыссыз қалып жатады. Сондықтан мәселені шұғыл түрде шешуі қажет дейді. Депутаттың сөзінше, кешегі дау туғызған тендерлік процедураларды жан-жақты зерттеп, егер кемшіліктер анықталса, тиісті шешім қабылдамаған квазимемлекеттік мекемелердің лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі қаралсын дейді. 13 сәуір күні сағат 12:28-де Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру бөлімшесі халықаралық әуежай жаққа қарай шақырту бойынша жолға шықты. Оқиға орнына жеткен кезде қураған ағаштар мен қамыстың өртеніп жатқаны анықталды. Өрт шарпыған аумақ шамамен 1 гектар болады, деді Астана қалалық төтенше жағдайлар департаменті. Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының капитаны Жәмила Бақбергенова Азияның 3 дүркін чемпионы атанды. Жетпіс 2 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі финалдағы жекпе-жекте отандасымыз жапондық балуан Сумире Никурурумен белдесіп 5-1 есебімен жеңіске жетті. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.